Сәлем, бүгін сәуір айының 21-і және де сен видеоның басында көргеніңдей барлығы идеальный емес. Негізі тек қана осы видео үшін мен жетте тұрдым, негізі қалған күндері жетте тұрмаймын. Сондықтан да бүгін мен сен болып 3 апталық челлендж бастайтын боламыз. Ол қандай екенін видеоның барысында айтатын боламын. Сондықтан да видеоны толық қара және де айтпақшы оразан қабыл болсын, саған жан. Қазір мен саған жақсы ұсыныс айтқым келіп тұр. 21 күндік марафон немесе челлендж. Сен осы 21 күннің ішінде жақсы привычкалар қалыптастырып, және де дамисың. 21 күндік марафон 4 түстен тұрады. Бірінші, ерте тұрамыз, таңғы 6 мен 8-дің аралығында, және де ұйқымыз 7 немесе 8 сағаттың аралығында болуы қажет. Екінші күнімізге план жазамыз. Бүгінгі күнде ең маңызды 3 затты дәптерге жазамыз. Үшінші, тренировка. Рамазан айы болғасын, ауылшарға 2-2,5 сағат қалған кезде жазуға кеңес беремін. Төртінші, кітап оқимыз. Минимум 15 минут немесе 10 бет, және де өзіңе ұнайтын тақырыпта оқуың қажет. Осы 4 істі күнделікті жасайтын боламыз, және де 21 күннен кейін бірге нәтижесін көретін боламыз. Далада жаңа ғана жаңбыр жауды, және де ауа керемет болып тұр. Қазір мен кіріп бара жатырмын, себебі маған осы видеоны өндіру керек. Түнде уже бітіру керек, түнде салып, себебі ертең уже сіздермен бірге кешегі бүгінгі челленджді бастайтын боламыз. Өзіңнің инстаграмыңа осы марафонды қабылдағаның жайлы салсаң болады. Егер марафонның бір күнін болса да жасамасаң, қайтадан бастайсың.